Жоғалып табылған қыз. Әңгіме. Әңгіменің авторы Сәуле Досжан. Нұрила, Нұрила! Деп қонақ бөлмеден шақырған ақсақалының дауысынан асханада кесе шәйнегін жинастырып жүрген кейуана селк ете түсті. Қолындағы ыдысты қоя салып, қабырғалас бөлмеге емпеңдей ұмтылды. Не болды жазған-ау? Сонша айқайлап, шошып кеттім ғой, деп ал жапқышына қолын жүре сүртіп есіктен көрінді. Қария жазу үстеліне облыстық газетті айқара ашып салып, бар ынтасымен төніп тұрды. Бәйбішесі жанына жақындап, төке, о не жазыпты сонша деп қосыла үңілді. Қай бетіне қарау керегін нақты білмесе де, жарының көңілін аударған газет бетіне. Мына суретке қарашы, деді күйеуі басын көтермеген қалпы. Менің саған көрсетіп тұрғаным мына бала ғой, қарашы, деп енді газеттің екінші бетін әйеліне қарай бұрды. Гимнастка ғой, қандай әдемі, деп Нұрила көзілдірігінің ілмегінен ұстап газетке қадала кетті. Нұрила, сен жақсылап қарасаңшы, біздің Жәниядан аумайды екен, деді енді бәйбішесімен бас түйістіре суретке қайта қарап. Шынында, деп әйелі енді көзілдірігін көтере түсті. Дөңгелек жүзі, бота көзі, тәмпіш танауы деп төкең термелеп барады. Шашыда, деді әйелі, кекілінің төгіліп тұрғанына дейін аумайды. Әй, осы біздің Әлия емес пе деген ой келіп тұрмаған, деп бағанадан бергі көңілдегісін ақтарып салды. Ері не айтса да мақұлдай жөнелетін Нұриланың жүрегі шым ете түссе де, қойшей, деп қалды. Өзі қалай қарсы айтқанын да байқамады. Газетті жарының қолынан жұлып алып терезенің altына жақындады. Сенбегендей қайта үңілді. Талдықорғандағы жетім балалар үйінен екен. Көркем гимнастикадан облыстық байқаудың жүлдегері көрінеді, деп төкең әйеліне газеттен оқып үлгергенін мәлімдей бастады. Ләйлә Табылдиева дейме? Аты Ләйлә екен. Жетімдер үйінде жүріп мынандай жетістікке жеткенін қара, ақылды қыз болды ғой, деп Нұрила суретке сүйсіне қарап тұр әлі. Кезінде талай талантты шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз мына өнерлі өренге қызыға мұғалімнің көзімен қарап тамсанды. Ерлі зайыптылар спортшы қызға қарап мәре-сәре болып жатқанда сырттан кенжетайлары Жәнияның енгені де байқамады. Апа, не болды, газеттен бастарыңызды көтере алмай қалыпсыздар ғой, дегенде бар бұрылысты. Әкең Жетісудан бір гимнаст қызды көріп саған ұқсатып тұр, деді бейғам ғана анасы. Саған ұқсатып тұр дегенге елең еткен қыз жандарына жүгіріп келіп, кәне, деді газетке ұмсынып. Міне қарашы, алғашында сен екен деп қалдым, деді әкесі. Кекіліне дейін ұқсайды, деді шешесі қызды тіпті қызықтырып. Берші, деп анасының қолынан газетті ала салып, диванға жайып жіберіп үңіле кетті. Апа, әке, мынау Әлия емес пе? Деді дауысы дірілдей шыққан қыз. Өзінің сыңарын іздеп жүретін баланың жүрегі тарсылдап қоя берді газетке қараған сайын. Әкесі орынтақтан атып тұрып диванда жайылып жатқан Жетісуға қайта үңілді. Бұл бала балалар үйінен екен. Болса, болар, жоғалып кеткенде мүмкін біреу тауып алып балалар үйіне тапсырған шығар, деп топшылады. Қызының қолындағы газетке тағы қарап. Сендер не деп жатырсыңдар, деп перзентін жоғалтқан ана жүрегі елжіреп, суретке қайта үңіліп жатыр. Ойбай, құлыншағым-ай, кім білсін, биыл 13 жылға кетті ғой, із-түссіз болғанына. Мына бала нешеде екен, деп жарына қарады. Әдеттегісіндей бәрін сол біледі дегендей. Әкеліңдер бері, деді. Әке енді тізгінді қайта өз қолына алып. Биыл 10-шы сынып оқушысы көрінеді. 3 жаста жоғалды, содан бері 13 жыл болды. Біздің Әлия да осындай 16-ға толар еді. Айтпақшы, ол екеуміз жастымыз ғой, деп Жәния тақылдап есептеп шықты. Мынаны ағаларың мен апаларыңа хабарлап іздеу салалық, деді Нұрила жүрегі алып ұшып. Талдықорғандағы нөмірі 2-ші балалар үйінен депті. Суретті түсірген Советбек Мағзұмов дейді. Осы балалар үйіне барып сұрастырайық, деді әкенің де көңіл түкпірінен үміт оянып. Нұрила, Әлиядан айырылып қалған күн есіңде ме? Деді бәйбішесіне. Газеттен гимнастка қыздың суретін көргеннен жүрегі елжіреп,
жан дүниесі толқып отырып қалған ана жауап беруге асықпады. Сол азапты күнді есіне алғандай бір уақытта барып, әрине төке, есіңде ме дегенің не? Мен сол күннен бері жыл емес, күн санап жүрген жоқпын ба? Жәнияның әр қылығына, әр ісіне қараған сайын Әлиямды еске алып, ол бар болса сүйтер еді, бүйтер еді екеуі. Биыл мынасыншы сыныпқа өтер еді, мынандай жасқа жетер еді деп, іштей өзімді өзім жеп, өмірім өтіп жатқан жоқ па? Басқа балалардың қызығы бір төбеде, Әлиямның қайғысы бір төбе. Көңілім әр күн, әр сағат сайын соны жоқтап келеді, тек ешкімге білдіргім келмейді. Соның осы жағдайға ұшырауына дүние қоған өзімді кінәлаймын. Сені де аяп кетем, кейгейде Әлиямның еті тіреді, аман болса бір жерден шығар еді дегеніңде, деп жанарынан жас парлап, өксіп жіберді. Маған Әлия жақын бір маңда бізге көрінбей жүргендей болып, әрдайым көңілімді алаңдатып жүреді, деген отағасы жанына диванға келіп жайғасты. Бағана сен балалар үйінен дегенде жүрегім бүлк етіп, суретіне қайта қарағанда Жәниядан аумайтынын байқадым. Әкесі, іздейікші, осы біздің қызымыз, деп ерінің қолынан ұстап алып, өзінің жүрек тұсына жақындатып. Қарашы, жүрегім сезіп тұр, соғуын тыңдашы, деп жарының жүзіне сондай бір жалынышпен қарады. Әрине, іздейміз. 13 жылдан бері мен де оны іштей іздеп қайда барсам да, сол құралпылас қыз балаға телмірей қарап, егіздеріме ұқсастық іздеп жүремін. Сен жылай бермесін деп айтпайтынмын. Алладан сыңарына амандық тілеймін, деп төкең қолын әйелінің иығына салып бауырына тартты. Апа, мен тәте мен ағама газеттің атын, нөмірін жазып, суретін WhatsAppпен жібердім, деп бөлмеге Жәния қайта кірді, телефонын қолына ұстап. Ағаңның қолы ұзын ғой, сол таппаса зейнеткерлерді кім тыңдасын, деп анасы мемлекеттік қызмет істейтін ұлын мақтанышпен еске алды. Төлеп бергеннің егіз қыздарының біреуі жоғалып кетіпті, деп ауыл дүр сілкінді екі кештің арасында. Етектегі шағын елді мекенге күн таудан асса болды, қараңғы түседі. Әсима апа егіз қозысын көзінен таса қылмаушы еді, қалай айырылып қалды екен? Төкең мектептің жоғары сынып оқушыларын жинап алып іздеуге шығыпты. Нұрила тағы Қытайға тауар алып келуге кіріп кетсе керек, әлі келмепті. Түнде қалып қырға шығып адасып шебірге таланып қалмаса жарар еді, деген алып қашпа әңгіме ауыл ішін шарлап кетті. Жақын ағайындары Төлепбергеннің үйіне келе бастады. Олар аңырап отырған Әсима кемпір мен әжесінің етегіне оралып, бауырына жабысып, көзі бақырайып жылап отырған егіздің сыңары Жәнияны көрді. Егіздерді ажырата алатындары, Әлияма жоғалып кеткен, деп жатты. Төлепберген бастаған мектеп балалары мен ауыл ересектері таң бозарғанша аяқ жетер жердегі ой шұқыр, сай тоған, қыр белес, орман тоғай атаулыны түгел сүзіп шықты. Бала үш-түгелі жоқ. Сұрағанға төкең таңертең шешесі жолға шыққанда екеуі де әжесінің жанында қалыпты. Одан кейін Әлияның қай кезде үйден сытылып шығып кеткенін ешкім байқамаған. Еріп кетті дейтіндей сырттан ешкім келмеген. Үлкендері ертемен сабақта, тек түске қарай ас жерде тіршіліктен босаған апамыз деген ғой. Ол кезде Жәния үйде ойнап отырған екен, дейді түрі қарайып. Ертесіне аудандық ішкі істер бөлімшесіне хабар берілді. Әлияның суреті аяқ жетер жерге ілініп, хабарласу үшін аудандық ішкі істер бөлімшесі мен ата-анасының телефоны қоса жазылып, іздеу жарияланды. 3 күннен соң Қытайдан тауар арқалап жеткен анасы Нұрила Әлиясының ізін де таппай көз жасын көлдетіп қала береді. Сол жоқтан балдырған ізі ғайым жоқ болды. Көрдік деген, бір жерден бала тауып алыпты деген пенде болмады. Бақыттарына орай жаманаттан да хабаршы болмады. Әке мен шешенің баласына іздеу салып хабар жолдамаған жері қалмады. Егіз қозыдай екі қыздың 2 жасқа толған күндерінде түскен суретін үлкейтіп, төргі бөлмеге іліп қойды. Тірі жүрсе, бір табармыз деген үмітпен жылдар өтіп жатты.
Ойбай, несін айтасың, балаларды ұрлап алып кетіп дене мүшелерін сатады екен. Шетелге бала сатып ақша табатындарға ауылдағылар да делдал болады екен. Солай ұрлап кетпесе бір хабары шығар еді де. Ит құс жесе екі алақанымен табанын қалдырады екен. Балалар сай-саланы тінтіп шықты. Сүйек табылмады ғой деген сөздер алғашында гулеп барып басылды. Ауылдағылар әрқайсы өз балаларынан айырылып қалардай болып қорқып сақтықпен жүрді. Уақыт емші деген рас екен. Жылдар жылжи келе ел ішінде егіз қыздың жоғалған сыңары жайлы еске алушылар азайды. Жеркілдеп өсіп келе жатқан Жәния ғана сыңарын ұмыттырмайтын. Ата-анасы да жақын ағайын туыста жүрек түкпірлерінде бір жерде жүр-ау деген үмітпен Жәнияның әр қылығын көрген сайын Әлияны еске алысатын. Үмітсіз шайтан деген рас қой. Нұрила бауыр еті баласының не өлі екенін, не тірі екенін біле алмай жүрегі езіліп сүлесоқ жүрді. Сауда-саттық жайына қалды, күйігін жасырғанның көңілі жұбанбайды деген бар қазақта. Сол айтқандай, Төлепберген мен Нұрила күйіктерін ішіне тығып, ал аналары Әсима сол күйіктен өмірден өтті. Әлияның 3 жасқа аяқ басқан кезі. Анасы Нұрила егіздерін енесіне қалдырып саудамен айналысып кеткен. Ол Қазақстан тәуелсіздігін алған алғашқы жылдар еді ғой. Мектепте ұстаздық етіп жүрген Нұрила бірде үйге: "Мен ертеңнен бастап Раушанмен бірге сауда жасауға шығамын, апа", деді енесіне. "Неге? Сені біреу мектептен қуып жатыр ма? Саудасы несі сартқа ұқсап? Тегімде саудагер жоқ", деп кейуана шошып кетіп, біраз сөз айтып салды да тігіп отырған ісін ашу істі ысыра салды. Төлепберген екеумізде осы мектепті сағалап келгенімізге 20 жыл болды. Бір иініміз бүтінделіп еңсеміз көтерілген емес. Бірді бірге жалғап келеміз, мойнымызды созып жақсылықтан үміттеніп ілгері қарағанымызбен кері кетіп барамыз. Соңғы жылдары айлықты да уақытылы бермейді. Олай тартсаң олай, бұлай тартсаң бұлай жетпейді, деп сұңқылдап келе жатыр еді енесі. "Әй, шырағым, жөнін айтшы, неден кенде болып, неден тарығып жүрсің?" деді жақтырмай. "Апа, ана үлкен екеуі қатар өсіп келеді. Ертеңі Алматыға оқуға түсеміз дейді. Баяғыдай тегін жоғары білім алу жоқ. Заман басқа. Егер жақсы бал жинай алмаса, ақылы оқуға ақша керек." "Немене жинау керек?" деді сауаты жоқ кейуана жақтырмай сұрап. "Бал дегенді жинайды, апа, білімдерін солай бағалайды. Баяғыдай 5 алды, 4 алды деген жоқ енді. Менің балаларым қалай бағаласа да үздік болады. Оқығыш, сен ақыр заманда тақай бермей мектебіңе бар." "Апа, мен директорге айтып келдім, ертеңнен бастап жұмысқа келмеймін" деп. Тоқаң да келісті. "Келер жетіде Раушанға ерем де Қытай асып тауыр тасимын", деп тұр не шайтан түрткенін өмірі тік қарап сөйлемейтін келіні. "Бәрін өзің кесіп пішіп қойыпсың ғой, байға да енеге де билік бермей әдірем қал. Табыс табам дейді ғой. Қатын табыс тауып қарық қылғанды көрмеппін", деп кемпір етегін бір қағып орнынан тұрды да сыртқа беттеді. Енесінің жақтырған жақтырмағанымен ісі жоқ, келін жолға жинала бастады. Сол сапардан сапар жалғасып, Жаркенттен Қорғас, Қорғастан Қытай асып, Нұрила қапшығын арқалаған саудагер болып шыға келді. Бірден қолы жүріп ісін дөңгелете жөнелді. Аудан орталығы ауылдағы шағын маркет дүкендерге киім-кешек, ұсақ-түйек, ойыншық дегендерді қарызға қалдырып, тауары өткенде қаржысын жинап жүретін болды. Саудасы қыза келе тауар таситын жүк көліктерін жалдай бастады. Үлкен балалары Алматыға жоғарғы оқуға түсті. Шынымен әжелері айтқандай оқығыш екен. Екеуі де мемлекеттік грантқа ілінді. Тамыздың ортасында Егемен Қазақстан газетіне шыққан талапкерлердің тізімінің белі ортасында жүрді. Бұл ата-ана ғана емес, мектепке де абырой болды. Егіздері әжесінің етегіне жармасып үйде жүретін, әкелері күн ұзаққа мектепте. Сол жоғалатын күні Әлиясы жолға шыққан анасының соңынан бақыра жылап әрең қалған болатын. Қанша қалып жүріп мұндай ақымақты көрсетпеуші еді, сол жолы бір ерекше жылады. "Әрең алып қалдым" дейді әжесі. Анасының дарбазадан шыққан бағытын көріп алған кішкентай қыз ойыншығын ұстаған күйі артынан ере жөнеледі. Оның қалай үйлесе жөнелгенін әжесі де байқамайды. Үйлері ауылдың шетінде, үлкен жолдың бойында болатын. Қақпадан шыққаннан томпаңдаған қалпы, кішкентай аяқтары үлкен жолға өзінің ең алғашқы сапарына бастады. Сенбі күні Төлепбергенге ұлы Ерлан Алматыдан телефон шалды. "Көке, Талдықорғандағы 2-ші балалар үйі туралы білдім. Мекен жайы, байланыс телефондарын таптым. Сенбі жексенбіде әкімшілігі жұмыс істемейді екен.
Құдай бұйырса, дүйсенбіге жұмыстан сұрандым, сонда тартып кетем. Алдымен телефон арқылы нақтылап алмадың ба? Телефоннан не біле аламын? Олар әр баланың өмірбаянын құпия ұстайды ғой, сондықтан барып басшыларымен бетпе-бет сөйлескенім дұрыс болар, деді Ерлана. Егер нақ Әлия болса, дереу хабар бер, шешең екеуміз тез жетейік, деп тапсырды әкесі. Меніңше біздің Әлия 3 жаста анық атын айта алмай, Әлия деген шығар, содан Ләйла деп жазған ғой. Тауып алған баланың тегін Табылдиева деп түсірген құжатқа. Мына жобаң ақылға қонады ұлым, тек әзірге анаңа айтпай тұрайық. Кім біледі, бір кедергі болса жүрегі шыдамай ауырып қалар. Онсыз да осы күнге дейін сол қыздың жоғалғанына өзін кінәлап келеді, деді әке. Жарайды көке, хабар менен болады, деп аяқтады баласы әңгімесін. Тоқберген сенбі жексенбіні өткізе алсашы, әшейінде зымырап өтіп жатқан уақыт көкке күнді байлап қойғандай жылжымайды. Жексенбіде қонаққа шақырған жер бар еді, оған да барғысы келмеді. Жүрегі күпті болып, көңілі алаңдап, үйден шыққысы келмеді. Әйелі, жүрсеңші, барып қайтайық, көп болды нағашыларыңды көрмегелі, деп қоймаған соң амалсыз ерді. Онда да ойы оңға, санасы санға бөлініп отырды. Қайтарда жанында сүйретіліп келе жатқан жарына жұбайы. Тоқа, саған не болған? Бір жерің ауырып жүрме? Деді көз жанарына қорқыныш ұялап, үрейлене қарап. Ерлан жолға шығады. Аллам, бір өзің жар бола көр, адасқан құлынымды үйіріне қайыра көр, деп атқызды. Дүйсенбінің таңын Төлепберген. Түнде жастыққа бас қоярда, ұлдан хабар жоқ әлі. Екеуміз сол балалар үйіне өзіміз барып қайтсақ қайтеді, деп жалынғандай болған бәйбішесі азаннан үндемейді. Жәния мектебіне кетті. Тоқберген ұлының қарындасын іздестіріп жатқаннан тіс жармады. Малдарды жайғастырып мектеп жаққа барады, уақыт өткізіп жүр. 5-ге тарта баласы хабарласты. Көке, балалар үйін таптым, басшысына жолықтым. Мені түсінген болды. Ләйла Табылдиева басқа балалар үйінен ауысып келген көрінеді. Алдымен ДНК сараптамасын жасап барып, сіздің қыз ба, емес пе, нақтылаймыз деді, деп ұлы қысқа сөйледі. Өзі мінезі ауыр бала, жайшылықта да көп сөз айтпайтын. Қашан жасайды екен сараптамасын? Айтпақшы, баланың бойында ерекше бір белгі бар ма дейді. Қандай белгі болу керек? Бір жерінде қал, не тыртық дегендей. Мен нақты білмейді екем, шешесінен біліп берейін, деп Тоқаң сасқалақтап қалды. Сондай сауал болады деп күтпесе керек. Содан амал жоқ, баласы екеуінің жоспарын жарына жайып салды. Бәсе, тымырайып жүрісіңнен біліп ем-ау бірдеңе ойластырып жүргендеріңді. Ерлаш та хабарласпай қойды. Құдай-ау, бұлар хабары шыққан баланы іздемей ма деп ем-ау, деп әйелдік сөзшеңдікке салына бастап еді. Әй, зарлама, Ерланға айтсаңшы, ерекше белгісі бар ма еді? Деп ері зекіп тастады. Бар ғой, еңбектеп жүргенде аяғын күйдіріп алғанбыз. Жетісіпсің, содан белгі қалып беді? Балтырында тыртығы бар, егер жазылып кетпесе. Тыртықтың тегістелгенін естімеппін, орны бар шығар. Қайсы аяғында еді? Оң аяғында. Тоқаң телефонда ала-сала естіген мәліметтерін ұлына жеткізіп жатты. Тұтқаны қойған соң, кішкентай кезіндегі суреттерін метіркесінде сұрапты, деді жарқын дауыспен қызы табылғандай. Несін тексере береді? Жәнияны ала барамыз, мен екеуіне бірдей көйлек әперем. Барғанда екеуіне бірдей етіп кегізіп қатарлап қоямыз. Судың қос тамшысындай, егіз қозлардай болып тұрады қарақтарым. Содан кейін менен тумады деп айтып айырып көрсін, деп Нұрила өз пайымын айтты еріне. Саған қарап тұрған заң бар деген. Олар алдымен қаныңды салыстырады. Кәмәсия құрып арғы бергі тарихыңды тексереді. Баланың қалай жоғалғанын, қалай балалар үйіне тап болғанына дейінгі жолды зерттейді. Содан кейін барып шешім шығарады. Үкіметтің тізіміне өтіп кеткен баланы қайтарып алу оңай дейсің бе? Деп түсіндірді өз жобасын күйеуі. Жәния да сыңарының табылатынына қуанып, көңілі алып ұшып, апасы екеуіне бірдей етіп алып қойған көйлегін киіп, әке шешесінің алдында айналып мәз. Сәрсенбінің сәтіне үшеуі жолға шықты. Ерлан Талдықорғанның кіре берісінде күтіп алды. Төртеуі түгелденіп, төбедегі жақсылықтан үміттеніп, балалар үйіне келді.
Ерланның шапқылауының арқасында балалар үйіндегілер де құлақтанып қалыпты. Басшысы жақсы қарсы алып, өз дәрігерлерін қосып Төлепберген мен Нұриланы ДНК сараптамасын өткізуге жіберді. Жәния мен ағасы Әлиямен таныса бермек болып еді, оған тәрбиешілері рұқсат бермеді. Егер бала сіздердікі болмай шықса, жүйкесіне әсер етесіздер. Біздің үйдің тәртібі бойынша іс нақтыланбай алдын ала таныстыруға болмайды, деді. ДНК сараптамасын 3 тәулік күтуге тура келді. Ерлан қызметіне алаңдап асығып Алматыға қайтты. Тоқаң әйелі мен қызын алып осындағы ағайынның үйінде 3 күн 3 айдай болып үмітпен өткізді. Көке, мен келдім, балалар үйіне жетіңіздер. Бүгін сараптама қорытындысын айтатын күн, деп ұлы түске таман хабарласып шақырды. Үшеуі құстай ұшып жетті. Балалар үйі директорының қабылдауына қолында үлкен конверті бар дәрігер кірді. Бәрінің көзінше конвертінің желімін ашты да ішіндегі хабарламаны дауыстап оқыды. Беркімбаев Тоқберген Сәлімұлы. Мен Беркімбаева Нұрила өскен қызының ата-аналық сараптамасы Табылдиева Ләйланың сараптамасымен 98%-ға сәйкес келді. Құттықтаймыз, деп мәлімдеді. Ой, адасқан құлыным-ай, деп әкесі дауыстап жіберді қуаныштан. Жарығым-ау, адасқан ақ қозым-ау, деп анасы жылап қоя берді. Ерлан мен Жәния бірін-бірі құшақтап, жанарлары қуаныш жасына толды. Анасының әкелген көйлегін тәрбиешісі Ләйла Әлияға кигізіп ертіп келді. Егіз 2 қыз қатарласып тұра қалғанда, шынымен Нұриладан тумады деп айтып көрсін жұрт дегендей болды. 13 жыл бойы бір балалар үйінен екіншісіне ауыстырылып, бір ауданнан екінші ауданға көшіп жүрген Ләйла Әлия қыз өз ата-анасын, бауырларының тапқанына сенер-сенбесін білмей, көңілі толқып, жанарына жас үйірілді. Өзінің сыңарын барын да білмейтін, Жәниясын көргенде жан жүрегі езіліп, ішкі сезімі ағылда тегіл елжіреп, бақыттан бас айналып кетті. Түстен кейін Әлия мен Жәнияның ата-анасы балалар үйінің асханасында той жасап, сондағы бауырластары Ләйласын ән жырмен шығарып салды. 13 жылдан соң өзін адастырып алып кеткен жолдар мен Әлия қыз бой жеткен болып, туған жеріне, туған шаңырағына, өз әулетінің ортасына ата-анасымен, бауырларымен оралып келе жатты. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.